Мен нөмір 87 орта мектептің математика пәні мұғалімі Жаңайбекова Сәуле Қотбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері. Оқу мақсаты сандар тізбегінің арасынан арифметикалық прогрессияны ажырату. Сабақтың мақсаты арифметикалық прогрессияның анықтамасын, n мүшесінің формуласын білу. Сандар тізбегінің арасынан арифметикалық прогрессияны ажырату. Арифметикалық прогрессияның қасиетін есептер шығаруда қолдану. Арифметикалық прогрессияның анықтамасы. Арифметикалық прогрессия екінші мүшесінен бастап әрбір алдыңғы мүшесіне қандай да бір тұрақты санды қосқанда шығатын санды тізбекті атайды. Яғни формула an қосылған 1 тең an қосылған d. Бұндағы d арифметикалық прогрессияның айырымы. Арифметикалық прогрессияның айырымы d тең an қосылған 1 азайтылған an. Яғни бұда d үлкен нөлден болған жағдайда прогрессия өспелі, d кіші нөлден болған жағдайда прогрессия кемімелі болады. Арифметикалық прогрессияның n мүшесінің формуласының берілуі. a1 тең арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі. d арифметикалық прогрессияның айырымы. a2-ні табу үшін a1-ге d айырымды қосамыз. Ары қарай осылай мүшелерін кез келген мүшесін табамыз. Яғни негізгі формула an тең a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген d. Бүгінгі сабағымызға мысал келтірсек, мысалы 2, 4, 6, 8, 10 деген тізбек берілсін. a9 мүшесін табуымыз қажет. Шешуі, бірінші d айырымды тауып алсақ, екінші мүшеден бірінші мүшені азайтсақ, яғни 4-тен 2-ні алсақ 2 шығады. a9 тең a1 қосылған 9 азайтылған 1 көбейтілген d. Орнына қойсақ, a9 тең 2 қосылған 8 көбейтілген 2 тең 2 қосылған 16 тең 18. Жауабы 18-ге тең. Арифметикалық прогрессияның қасиеттері. Бірінші a1, a2, a3, an азайтылған 1, an қосылған 1 арифметикалық прогрессияның екінші мүшесінен бастап, әрбір көршілес екі мүшесінің арифметикалық ортасына тең. Яғни an тең an азайтылған 1 қосу an қосылған 1 бөлу 2. Осыған мысал келтірсек, мынадай тізбек берілсін. 4, 7, 10, x, 16, 19 және an. Бұнда белгісіз x-ті табу үшін екі шеткі мүшесін қосып, 2-ге бөлеміз. Яғни 10-ға 16-ны қоссақ 26, 26-ны 2-ге бөлсек 13 шығады. Екінші қасиеті. Егер сан тізбегінің екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі көршілес екі мүшелерінің арифметикалық ортасына тең болса, онда берілген сан тізбегі арифметикалық прогрессия болып табылады. Мысалы, 25, 21, 17, 13 тізбегі арифметикалық прогрессия болады. Шешуі, a2 мүшесі 21, a3 мүшесі 17, a4 тең 13-ке. a3-ті табу үшін a2 мен a4-ті қосып 2-ге бөлеміз. a3 мүше 17-ге тең, 21-ге 13 қосамыз және 2-ге бөлеміз. 17 тең 34 бөлу 2, 17 тең 17. Демек, тізбектің арифметикалық прогрессия болатыны анық. Балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты тапсырмалар орындайық. Бірінші, a1 тең 15, d тең -4 болатын арифметикалық прогрессияның алғашқы 6 мүшесін жазыңдар. Балалар, есебіміздің шешуі an тең a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген d формуласымен табылады. a1 мүшеміз бізге белгілі 15-ке тең, a2 мүшеміз 15 қосылған 2 азайтылған 1 көбейтілген -4 тең 11. a3 мүшеміз 15 қосу 3 азайтылған 1 көбейтілген -4 тең 7. a4 мүшеміз 15 қосылған 4 азайтылған 1 көбейтілген -4 тең 3. a5 мүшеміз 15 қосылған 5 азайтылған 1 көбейтілген -4 тең -1. a6 мүшеміз 15 қосу 6 азайтылған 1 көбейтілген -4 тең -5. Яғни тізбектің 6 мүшесін таптық. Жауабы 15, 11, 7, 3, -1, -5-ге тең. Екінші тапсырманы орындайық. a1 тең 5, d тең 1,2 болса, a11 мүшесін тарайық. Бұл есептің шешуі a11 тең 5 қосылған 10 көбейтілген 1,2 тең 17-ге. Жауабы a11 мүшеміз 17-ге тең. Келесі тапсырманы орындайық.
А9 мүшесі минус 24-ке, d тең минус 3-ке болатын арифметикалық прогрессияның А19 мүшесін табыңдар. Бұл есептің шешуі А9 мүше тең А1 қосылған 8-ді. Яғни орнына қойсақ, минус 24 тең А1 қосылған 8 көбейтілген минус 3. А1 тең бұдан минус 24 қосылған 24 тең 0-ге. А19 мүше тең А1 қосылған 18-ді, 0 қосылған 18 көбейтілген минус 3 тең минус 54. Жауабы минус 54-ке тең. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мына сәйкестендіруді орындайық. Балаларына сәйкестендірудің жауабы арифметикалық прогрессияның анықтамасы АН қосылған 1 тең АН қосылған Т. Екінші, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесінің формуласы АН тең А1 қосылған N азайтылған 1 көбейтілген Т. Үшінші, арифметикалық прогрессияның әр мүшесінің қасиеті АН тең АН азайтылған 1 қосылу АН қосылған 1 бөлу 2. Арифметикалық прогрессияның айырымы D тең АН қосылған 1 азайтылған АН. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.